Сәлем баршаңызға. Бүгін капкейкке дайындайтын боламын. Өте дәмді, әрі жұмсақ, әрі тез дайындалады. Бізге қоспасына секер, ұн, разрыхитель, сармай, 2 жұмыртқа және сүт қажет болады. Алдымен сармайымызды саламыз және секерімізді саламыз. Екеуін жақсылап бірінші араластырамыз. Миксерлейміз жақсылап. Сармайымыз ағарғанша миксерлейміз. Ағарған сармайымыздың үстіне бір жұмыртқадан саламыз. Екінші жұмыртқамызды саламыз. Енді жақсылап тағы да араластырамыз. Миксерлейміз. Араласып болған массамыздың үстіне жылы сүтімізді құямыз. Қатты ыссы да болмау керек, мұздай да болмау керек. Енді осының үстіне ұнымызды саламыз. Тағы да араластырамыз. Жай-жайдан қатты сосын араластырамыз. Кішкене ұнымызды лопатамен ішіне қарай саламыз. Тағы да кішкене миксерлейміз. Дайын болды массамызды бір ас қасық енді формаға саламыз. Мендегі форма осындай. Сіздерде любой форма қандай форма болады? Қағаз форма болса да қағаз формаға да бір ас қасықтан бір ас қасық саламыз. градуста 25 минут пісіріп аламыз. Дайын болды, ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыз, қуанып қалам. Рахмет.